мемлекетімізді қалыптастырған адамдардың бірі. Осы атаның асына арнайы барған уақытымызда біздің Байғанин ауданынан да әкімшіліктен адамдар үй тігіп, соның ішінде мына Межеш ағамызбен бірге бір ағаш үйде Байғаниннан келген қонақтарды қабылдап, сол халықтың ықыласын көріп, соған барып келгеннен кейін ойымда жүрді бір әуен. Кейін былтыр мен 50-ге толған уақытында атап айта кеткім келіп тұр. Осы ауданның басшысы Мамырғали Рысқұлұлы көп-көп рахмет, қабылдап, жақсы өте концертімді қоюға мүмкіндік берді. Сол уақытта бір маған менен сұрап қалып еді, құрдас ретінде айтқан болар, өзіңнің күйің бар ма деді. Содан себеп болған болар, Асау Барақ атамызға деген күй сол жүрген кейін дүниеге келді. Осы күйді мен орындап бергім келіп тұр.